Сәлеметсіздер ата-аналар. Мен номер 45-ші Нұрсатбек районының педагог-дефектологы Ақмурзина Фариза Серікқызы. Мен сіздерге қазір тұрмыстық заттар арқылы үй жағдайында баланың ойлау қабілетін, сөйлеп дамуын, ұсақ моторикасын, көріп қабылдауына арналған ойын түрін көрсеткім келеді. Ендеше бізге ең бірінші керек заттар ватман диска, пырба клей және түрлі түсті бояулар, және бізге қатты картон және пипетке арналған су. Енді біздер қазір Бауыржанмен осындай жұмыстарды бастаймыз, ойынымызды бастаймыз. Бауыржан, қарашы мында. Мында не көріп тұрсың сен? Неге ұқсайды? Дөңгелектің айналасын қарашы, қандай түспен белгіленген? Бауыржан, қандай түспен белгіленген? Сары түспен белгіленген. Қарашы, тұмсығы бар, құйрығы бар. Не ол бізде? Неге ұқсайды? Балапанға ұқсайды, иә? Балапан қандай түсті болады? Сары түсті болады. Ендеше біз сары түспен балапанды пипетпен бояйық. Бақтағы әсем гүлдерде жұпарын төксін көп мейлі, хош иістері білгенге сенің иісіңе жетпейді. Неге? Бұл бізде сары балапан. Неге? Сол сияқты неше түрлі әртүрлі қылып баланы қызықтырып идея жасауыңыз болады. Мысалы, күн қандай түсті болады? Сары түсті болады. Мына неге ұқсайды? Алмаға ұқсайды. Демек, оны қызыл түспен бояймыз. Балықты көк түспен бояймыз деп үй жағдайында әртүрлі бейнелер шығарып баланы дамытуға болады.